Біз романының жалғасын тыңдайсыздар. 18-ші тарау, 16-шы бет. Мен жын-шайтан атанып, қағаз бөрік киіп, мырза қамаққа түскеннен бері өзге түгіл едәуір жақын ағайындардың да көбі үйге келіп жұбату, қайраттандыру былай тұрсын жуи да алмайтын. Қарсы кезіккенде амандасуға да жарамайтын күн кешті. Бірақ оларға өкпелеу орынсыз еді. Жағдай солай болатын. Олардың өзіңе қадалмағандарына, пәле жаппағандарына шүкірлік қылуың, разы болуың керекті. Тәп осындай ауыр күндерде қорықпай келіп, ақыл айтып, көңіл көтеріп, сырласып кетіп жүрген достарда болды дедім ғой. Соның тағы бірі Моңғолдың математик ғалымы Шагдыр Лайдын мен жұбайы Сонай еді. Шагдыр 1953 жылы қыркүйекте Шинжаң институтына келіп, менің бір класста оқи бастағаннан ақ жақыныма айналған болатын. Миы алғыр, мінезі орнықты, қолы кең, мәдениетті, ибалы, жылы жүзді Шагдыр көп ұзамай-ақ сабақтастарының құрметіне бөленді. 1936 жылдың 11 қарашасында Іледегі Нылқа ауданының Көңғұт нұрындағы Лайдын, моңғолша үлкен ауыл деген сөзді білдіреді екен. Іледегі Нылқа ауданының Көңғұт нұрындағы Лайдын ауылында дүниеге келген Шәкең мен түйдей құрдас едім. Орталауды тауысып келген ол негізінен қазақша оқыған. Қазақшаға судай болумен қатар бірер жылдап орысша, ұйғырша да оқыған көрінеді. Ал өз ана тілінде сөйлеуге шешен, жазуға шебер болатын. Шинжаң институтын тамамдаған соң оқытушылыққа алып қалынған Шәкең де бір жылдан кейін ішкеріге оқуға аттанды. Ол Шәмшиден, Ришат және Абдрахман уәкіллерімен бірге Шанхайдағы Фудан университетінде оқып, 1961 жылы менен 1-2 ай бұрынға оралған болатын. Келесі жылы Ғайни Жаймал екеуміз тірі жетім боп қалғанда да Шагдыр мен Сонаның ақылына, жұбатуына, қамқорлығына бөленгенбіз. Ал бертінгі той қып, бас құрауда да 3-1 үйренуде де, одан соңғы 4-ті анықтау кезінде де бұл екеуі бірден шекара айырмады, алыстамады ғана емес, қайта 2 күннің бірінде бас сұғып, ақыл айтып, қайрат беріп тұрды. Шәкең тектатаның асыл ұланы ғой. Арғы ғасырда Іледегі моңғолдардың Үлт тайпасында Бартоқа деген адам болған екен. Тілемші, жалшы күйде сергелдеңмен жүрген, бірақ басында ақыл, бойында қайрат Бартоқа отбасын алып Сүйдіңнің Сарбұлағындағы Башан Сумын Саркішік еліне көшіп барады. Сондағы күренің малын бағып жүрген еті тірі Бартоқаны көп ұзамай Жаңжүн, генерал, әскери базасы мал бағуға шақырады. Бұл кезде Бартоқаның отбасы 1884 жылдың 5 сәуірінде туылған Лайдын дейтін ұлымен 3 ақ бас екен. 1894 жылы Бартоқа Лайдынды оқуға береді. Өзі еңбекшіл, әйелі ісмер Бартоқа ауқаттана бастайды. Жаңжүннің үй іші шаруасына көмектесіп жүрген шешесіне ере барып жүріп, зерек елпек қағылез Лайдын Жаңжүннің көзіне түсе бастайды да, оның балаларының сабақ пысықтауына, тіл үйренуіне көмекшіге айналады. Лайдын әр ұлт балаларымен бірге болу барысында өз ана тіліне мықты болумен қатар хан, ман, қазақ, ұйғыр, сібе, орыс тіпті дағур тілдерінде жақсы игеріп шыға келеді. Мұның арты Жаңжүннің тілмәші болуға айналады да, көп ұзамай іркес-тіркес мансап өрлей бастайды. Ка болады, одан таңбаз әңгі, ілгедай, үкірдай, орынбасар әкім болады. Менің бұл арада Лайдын ақсақалға бұрылуымның кемінде ол кісінің өміріндегі өзім сүйсінген 6 себеп бар. Бірі, сол бір оқыту шарт жағдай келісіп тұрмаған заманда 8 тілді игеруі. Меніңше бұл Лайдын менің ерекше жаратылғаннан емес, бастысы Лайдынның ынталылығы, құштарлығы, шөгелділігі, табандылығы, еңбекшілдігі салдарынан. Бүгінде қос тілдік дәріптеліп жатқанда хазушаға құлағандардың өз ана тілін игере алмай жүргендеріне бұл әрі үлгі, әрі сіңгер. Енді бірі тақыркедей отбасынан өсіп білімді, қабілетті, ауқатты, тіпті мансапты бола алуы. Мұнда да мына заманнан 2 қолына бір жұмыс таба алмай дәуелі ыңыршағы шыққан отбасының бір жағына тіреу болудың орнына масыл, паразит, айта берсеңіз апат болып жүрген кепсе темір үзерлік қыз-жігіттеріміздің мол тәрбиесі бар артықшылықтар жатыр. Тағы бірі
лайдынның ұлтжандылығы мен өзге ұлттарға сыйласымдылығы, ол тардай шашылған халқын нылқыға жиып, мектеп ашып оқуға жағдай әзірлейді. Егіншілікке баулып, ауқаттану жолын нұсқайды. Қазақстаннан ауыл шаруашылық техникаларын енгізіп үлгі көрсетеді. Шаған, оба секілді талай тоғандарды қаздырып, су шығартады. Өз туыстары не өз ұлты ғана емес, өзге ұлттардың да жанашыр қиыншылығын шешіп, кедей-кепшігіне қарасып, жарлыларға жанашыр болады. Арғы беттен аталық мал енгізіп, 4 түлікті нәсілдендіртеді. Сөйтіп, Лайдын ауылын кіндік еткен бұл өңір недәуір мәдениетті, шоғырлы Арынсұмға айналады. Арынсұм деген моңғолша ауылдың аты екен. Сосынғы бірі ерте білім алып көз ашылған Лайдын сол кездегі теңсіздікке, әділетсіздікке, іріп-шіріген өкіметке қарсы тұрады. Астыртын төңкерістік қимылға қатысып, үш аймақтың азаттығы үшін зор үлес қосады. Бірақ амал не? Таң алдына таяғанда Гоминдан жендеттерінің қысымынан 1944 жылдың мамырында қайтыс болады. Ал енді бірі Лайдынның өз ұрпағына берген тәрбиесінің бүгінгі жемісі. Қазір Лайдынның қара шаңырағынан тараған 9 семьяда 43 жан бар екен. Осының жарымның артығы университет тауысыпты. Оқу ағарту саласында жүрген 16 адамнан бір профессор, 2 доцент шығыпты. Оңай ма? Соңғы бірі, мына менің досымның, оның жұбайының ең қиын сәттердегі жанашырлығы, пидакерлігі, азаматтығы. Тәп осындай қиян кескі кездерде кімнің жау, кімнің алыс жақында айырмас талғамсыз, кімнің қызғаншақ, кімнің көлеңке дос, кімнің шынайы жанқияр дос екені айпарадай ашылады екен. 19-шы тарау, 120-шы бет. Сол аққайлықтың сойлы Бейжіңнен елдің ең қиырш түкпіріне шейін жоғары оқу орындарынан балабақшаларына дейін жетерлік ұзарып алды. Сойлы ұстаушылардың пәрмені тіпті қатайып, әуені тіпті жоғарылап келеді. Бұл күндері дазбаулар көшеге шыққан, қақтығыс пулемет гранаттармен жүрілетін болған. Заупаншылар назары өлке дәрежелерге ойысқан. 1968 жылдың шілдесінен бастап Маузудың оқу ағарту саласына тіпті мән беріп түсті. Оның 22 шілдедегі нұсқауы бойынша Шанхай станок зауатындағыларша техник кадрларды жұмысшылардан тәрбиелейтін 21 шілде университеттері құрыла бастады. 25 тамызда орталықтың жұмысшысы үгіт әтіреттерін мектептерде тұрғызу туралы ұқтыруы шықты. Ертеңі Яуюан жұмысшылар табы бәріне басшылық етеді дейтін мақала жариялап, Мауздыңның жұмысшы үгіт әтіреттері мектептерде ұзақ тұра беруі, мектептегі күрес қылу, сөгіс жүргізу, өзгерту міндеттерінің бәріне қатысуы, мектептерге мәңгі басшылық ете беру тиіс. Ал ауылдарда жұмысшылар табының ең сенімді одақтасы кедей, төмен, орта диқандар мектептерді басқару керек дегенін жарқ еткізді. Бірақ Шинжаңда бұған бұрылатын жағдай әлі туыла қоймаған болатын. Қаламмен шабуылдап, қарумен қорғану дегеннің әсерінен Шинжаңдағы төңкерістік зор бірлесу. Үш жақ төңкерістік бұқаралық ұйым атамандары, халқы-азаттық армиясының жерлік бөлімдерінің уәкілдері, төңкерістік кадрлер ұштасқан уақыттық билік органын құру жұмысы өте баяу жүріп жатты. Дей тұрғанмен, Санжы Ляңжүн үш қолдау, екі әскери, яғни солшылдарды қолдау, диқандарды қолдау, жұмысшыларды қолдау, әскери басқаруға алу, әскери машық жүргізу дәріптелгеннен кейін оның аяғалысы сәл тездеді. Ұсақ-түйек бұқаралық ұйымдар бірге бастады. Бұл олардың болашақ билікті органға өз уәкілін енгізу үшін қабағат қажет еді. 1968 жылдың шілдесінде Шинжаңдағы екі ірі тараптың Бейжіңде төңкерістік зор бірлесу тоқтамына отыруы бетбұрыс жасады да 5 қыркүйекте Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық төңкерістік комитеттің құрылуына әкеп соқты. Оған Уджюлін меңгерушісінің орынбасары болып Ужанкөй тұрақты мүше болып енді. Лю Хонкі Үрімжі қалалық төңкерістік комитет меңгерушісіне орынбасар болып тағайындалды. Сонымен қызыл қорғаушылардың барлық ұйымдарының Хоңарысы, Хоңсухуй, Хоңлиян, Хоңгылиян, Хоңсәнсі бас штабтары таратылды. Бірақ Шинжаң университетіндегі қызыл қорғаушылардың алауыздығы тым өршіп кеткендіктен мұндағы үш жақ ұштасып мектеп төңкерістік комитетін құру оңайға соқпады. Сонымен күзге қарай мектепке азаттық армияның бір бөлімінен Шинжаң Дашө Маузудың идеясын үгіттеу әтіреті деген келіп кірді.
Бұлар идеяны бірлікке келтіру үшін, тарапбаздықты жою үшін маузудың идеясын үйренетін курстар ашты. Қызыл қорғаушылар қолындағы қаруларды жеп, қорғаныс құрылымдарын бұзып, қарулы қақтығысты доғаруға тырысты. Жұртқа, төртке, ауылға, шекаралық өңірге, зауаткендерге, негізгі хаттамға бет бұруды уағыздады. Төртті, партияның тәрбиесін, төңкеріс ардагерлерінің істерін, жаңсыды мен бетюнның пидакерлігін, көне ағарту түзімінің залалын еске алуымен, төртті, қосқан үлесіңді, борышыңды, қандайлығыңды, мауздың ағарту идеясының дұрыстығын олармен салыстыру дегенді жүргізді. Тіпті таптық сезімді қоздыру үшін ауылдарға барып, кедей диқандарға өткенді сөйлеткізді. Бұрынғының зарын төккізіп, азаттықтан соңғы рахатын айтқызды. Әйтеуір сөйтіп жүріп 1968 жылдың қазанына таяғанда Шинжаң университетінде бұқаралық ұйымдардың басын құрап, бірлесу тоқтамына отыртты. Қызыл қорғаушылардың университет ішінде қайта жиілеуіне ілесе, кезінде бас сауғалап кеткендер мектеп ішінде өз баспаналарына кеп кіре бастады. Келесі жылдың 15 қаңтарында Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық төңкерістік комитет пен әскери район бірлескен қарулы қаулы алып, Шинжаң университетіне жаңадан бір жұмысшы әскерлер маузудың идеясын үгіттеу әтіретін жіберетін болды. Жұмысшылар әтіретіне Тен Шишен қатарлылар бас болды. Әскерлер әтіретіне Күнхайуан 8018 бөлім саяси комиссары мен Абдуайт әскери район газетінің бас редакторы бас болды. Осылардың 1,5 жылдай арпалысының арқасында әрең дегенде 1970 жылдың 6 маусымында Шинжаң университетінің төңкерістік комитеті бекітіліп келді. Ол 8 маусымдағы зор жиында салтанатты түрде жарияланды. 35 адамдық бұл комитетке алғаш енген 32 адамды, оның 15 тұрақты мүшесін Хунхайуан басқаратын. Оған орынбасарлыққа Абдуайт Уанхырун, Шымыңлан, бұрынғы парткомның орынбасар хатшысы Лүйдішин, бұқаралық ұйым уәкілі, Пыңженжун, бұқаралық ұйым уәкілі болатын болды. Ұзаққа созылған мәдени зор төңкерістің осы бір сатысында біз мырза қамақтан шыққандай, төмен дәрежелі бұқара сатысына көтерілгендей, жұртпен бірге жүріп тұра алатын, үйренумен еңбек арқылы идеямызды өзгертетін объектіге айналғандай болдық. Әрине бұған да шүкіршілік. Кадрлер төменге түсіп еңбек етсін деген маузудың нұсқауы 1968 жылдың 5 қазаны күнгі жыммен-жыбау арқылы жарияланған болатын. Ол енді атқарыла бастады. Сонымен бір топ оқытушы қызметшілер 7 мамыр кадрлар мектептеріне еңбекпен шынығуға айдалды. Идеямызды өзгерту үшін бізді Уланбайдағы мәдениет оқу-ағарту ауыл шаруашылық алаңына тағы бір жіберіп алды. Ол арада қатты да қара еңбекпен 1-2 ай жүріп қайттық. Бұл бағынатын заң үстінде табынатын жеке, дәлірек айтқанда табынатын топ тұрған заман болатын. Мауздыңның жұңғы тарихындағы ең алып тұлғалардың бірі екен ешкімде бас шайқай қоймас. Оған әлемдегі ең әйгілі деген 100 немесе 200 тұлға арасынан орын берілуде мұны нықтай түседі. Бірақ олардың бәрі Эйнштейн, Аристотель, Әл-Фараби, Дэн Сяопин секілді десек те келіспес. Мауздыңның мәдениет зор төңкерісіне қатысты қателігіне өзі ғана емес, өзге талайларда өз үлестерін қосқан сықылды. Оның кезінде кейін бертінде байқадық. Мысалы, әлгі 1966 жылдың 18 тамызда түстен кейін Мауздыңның Тяньаньмэн алаңында қызыл қорғаушыларды тұңғыш рет қабылдағанында жиынды басқарып тұрған Чимбода жиынды ашу сөзінде біздің ұлы көсеміміз, ұлы ұстазымыз, ұлы үрелшіміз бүгін сіздермен дидарласқалы келіп тұр дейді. Іле-шала сөз алған соның алдында ғана ЖКП орталығына жападан жалғыз өзі барып орынбасар төраға болып сайланған Лин Бяо бізге Маужуши бас қолбасы, біз ұлы қолбасының басшылығында деп бастайды өз сөзін. Көп ұзамай 3-ші күні Римирбау бас мақаласында Маужуши Бұқарамен бірге дегенде бұл екеуінің берген атақтарын тізіп, ұлы ұстаз, ұлы көсем, ұлы қолбасы, ұлы ұролшы деп жариялады. Бұл төртеуді қалай тізуге де бас қатырған көрінеді. Аяғы қаңшың зор үлес қосып, талай сөздіктерді әкеліп тұрып, жоғарыдағы тізбектерді тұрақтандырыпты. Осыдан соң ол бүкіл елге кең жайыла жөнелді.
Ал адамдардың қолынан түспейтін қызыл кітапшаның да өз тарихы бар екен. 1962 жылғы 7000 адамдық зор жиыннан бастап Мауздыңға жандай шаба бастаған Лимбияу 1964 жылы майда армиядағылар арқылы Маужуси сөздерінің үзінділерді құрастырып шығыпты. 1965 жылдың 15 қарашасы күні Маузудың Анхуй өлкесінің басшыларымен болған сұхбатта әлгі үзінділерді көрсетіп, мына кітапша көрім екен, мұнда 23 тарау тұр. Бұл жетерлік, мен мақаланы қысқа жазғанды құптаймын деді. Ойлап отырсаңыз, бірер кезеңнің елді әлекке салған, зиян ұшыратқан не кідірткен апатын сол кезеңдегі елбасының қателігі демеу қаншалық ағат болса, бәрін үйіп төгіп сол елбасыға ғана жаба салу да әділдік болмайтын секілді. Бірақ қолмен істеген ағаттықты мойнымен көтеру ғана ерлік. Қасыңдағы қас пен досты, жақсы ақылмен арам ниетті, жанашырлық сын мен арамза мақтауды айырмау өзіңнен емес пе? Иә, бұны мен мәдениет зор төңкерісі басталғаннан бері жекеге табыну күннен күнге өрши берді. Бұл тұста жекеге табыну мейлінше шарықтап, ең шыңына шыққанды. Мауздың дегенді айту үшін сөзсіз түрде алдына ұлы көсем, ұлы ұстаз, ұлы қолбасы, ұлы ройшы дегенді қоса айту шарт болатын. Кезге кеткенде айтылатын ассалаумағалейкум тұрмақ, сәлеметсіз бе тағы басқаларда адыра қалып, оның орнын Мау төраға жасасын, мен түмен жылдар жасай берсін басқан. Мауздың суретінің алдында тұрып таңертең орнынан тұрғасын нұсқау сұрау, кеште жатарда есеп беру етек алған. Ара кідік ойналатын физкультураның орнын Мауздыңды жырлаған ән әуенімен қызыл күнге табынған іспетті әрекеттері бар зұңзыву адалдық биі иелеген. Үнпарақтың төбесі, мақалалардың басы, шешен сөзінің алды ең жоғары нұсқау, Мауздың сөздерінен үзінді болуы дағдыға айналған. Қызыл қорғаушылар мен саяси жақтан толымдылар әскери сары бұлдан 4 қалталы, тік жағалы киім киіп, кепкі маңдайына жұлдыз, төс қалта үстіне Мауздың суреті салынған знак тағатын. Мауздың суреттері үйде де, сыртта да, аулада да, көшеде де жыпырлап тұратын. Бұл кезде басылымдарды жырту да, оның үстіне отыра кету де қатер еді. Егер оның ішінде Мауздың суреті сөз үзіндісі тіпті аты бола қалса, нақ кер төңкерісші болып шыға келесіз. Біздегі тучушы дейтін оптика маманы байқаусызда сөйтіп, нақ кер төңкерісші болып қалған. Бізге идея өзгертетін саяси күрестің бір кезеңі Шинжаң институтында өтті. Бұрынғы сабақхананы жатақ қып көп адам бір бөлмеде жаттық. Төсек орынды өзіміз ала барғамыз, оны еденге салдық. Жастығымыз іргеде, оның үстіңгі жағындағы қабырғаға әрбірімізге бірден Маузудың суретін жапсырғызды. Тәртең ояна келгесін кемімізді кие салып Құран оқитын кісі соған қарап жүгіне қаламызда. Ұлы көсем, ұлы ұстаз, ұлы қолбасы, ұлы рөлші сүйікті Маужуси деп тәртеңгі нұсқау сұрауды бастаймыз. Суретке телмірген беті, мен сіздің ең жоғары нұсқауыңыз бойынша бүгін сөзсіз түрде деп серт береміз. Кешкі жатарда тағы да солайша отырып, солайша бастап, сосын атқара алмаған кемшіліктерімізді, қателіктерімізді тізбелейміз кеп. Мұндайда боздатқан ән шақындарда болды, жыламсыра есеп берген көңілі бостарда кезікті. 3 уақыт тамақта да 8 кісілік бір үстілде бір қызыл қорғаушы болады. Соның ең жоғары нұсқаудан біреуін оқуын күтеміз. Оған шейін ешкім тамаққа қол созбайды. Ол әуендетіп сөзін үзіндісін жатша айтып шыққасын, Маужуси вансый, вансый, вансый деп жіберіп барып отырсамыз. Тамаққа қол қоямыз. Үйрену аралығындағы адалдық биін бізде ойнадық. Вансый деген төраға Мауздың жасасын, түмен жылдар жасасын деген сөз екен. Бірақ бұл табындырудың бізге жұғуы оңай болмадық. Бір күні аяқ астынан 9 көрпістағы үйімізге 3 ақсақал жетіп келді. Мал айдап келгендер екен, елден келген, оның үстіне ақсақалдар болғасын. Ассалаумағалейкум деп атып тұрмаймын ба? Үшеуі бірден жамырасып, Маужуси ән сөйлеткенде қысылып ақ қалдым. Қысылдым ғана емес, терең ойға баттым. Мынаған қатты ма дедім. Мынаған қатты ма деп.
Қарағанда момын жұртты ауыл қыстақтарда солақайлық тіпті сол бір болымсыз құбылыстың өзі менің назарымды ерте ме кеш пе өзімнен өзге тұстардағы оқушылар ішіндегі аудан ауылдардағы тіпті лагерлердегі мәнет зор төңкеріс зардаптарын аударуға итермеледі. Болашақта тіпті қалам алып жазбаған күнде де ауызша болса да алдағы ұрпаққа өз заманымның куәгері болуым парыз емес пе деген ой ғой.